Криминалды немесе түрмелік жаргондармен сөйлейтін адамдар қазір сирек кездеседі. Алайда осыдан 15-20 жыл бұрын бұл біз үшін қалыпты құбылыс болатын. Тіпті өзімізде бандиттік түсініктерге еріп, сол әлемге тиесілі сөздерді қолданып сөйлесетінбіз. Ол кезде заман сондай еді. Оған қоса поп мәдениеттің де ықпалы жоқ емес. Бандиттік Петербург, Крот немесе Бригада сынды фильмдер мен сериалдардың дүние танымымызға әсер еткені түсінікті. Сондықтан елін жерін қорғаған қаһармандарды емес, қылмыс әлемін билеп төстеп, өз қазағын қанаған авторитеттерді батыр санадық. Яғни криминалды романтика. Құбылыстың атауы әдемі әрі романтика сөзі болғанымен, мұнда ешқандай романтика жоқ. Бүгінгі баяндалатын іс осы сөзіме айқын дәлел болмақ. Бұл 181-ші қылмыстық іс. Атырау. Қайта, жергілікті полиция бөлімшесіне тұрғындардың бірі қоңырау шалып, сұмдық ақпаратты хабарлайды. Қала сыртында тұратын ол, малын бағып жүріп қан жоса болған мәйітке тап болған. Айтуынша мүрде шұңқырда жатыр. Сол мезетте діттелген жерге тергеу тобы жол тартты. Нәтижесінде хабарласқан адамның сөзі расталып, көмусіз қалған шұңқырдан ер адамның мәйіті анықталды. Сарапшылар марқұмның тұла бойынан соққы іздерінен бөлек 2 оқ жарақатын тапты. Бір оқ денесіне тисе, бір оқ басының төбесіне тиген. Аталмыш кадрларды YouTube'да көрсетуге болмайды. Сондықтан Telegram каналыма ғана салуға мәжбүрмін. Сілтемесі әдеттегідей төменде. Нышандарға қарасақ, марқұмды әбден тепкінің астына алып, сосын шұңқырға тастаған секілді. Сөйтіп үстінен төніп тұрып, 2 рет атқан. Қылмыстың мотиві түсініксіз. Қарақшылық тонау деуге келмейді. Себебі марқұмның қалтасынан көп көлемде ақша табылып отыр. Сондай-ақ жеке құжаттары да өзімен бірге. Нәтижесінде оның жеке басы анықталды. Ол 50-ді алқымдаған Ұлықпан Асанбаев. Мәйітті шолған сақшылар денесіне салынған айрықша суреттерді, яғни наколкаларды анықтады. Бұл дегеніміз марқұм бұрын-соңды түрмеде отырған, немесе қылмыс әлеміне қатысты адам. Демек, бұл қылмыс криминалды топтардың текетіресінің салдары секілді. Көп ұзамай, жақын төңіректі шолған сақшылар Асанбаевтың көлігін табады. Алайда өзенге жартылай батып тұрған күйде. Яғни қанішерлер көлікті батырмақ болған, бірақ дөңгелектері батпаққа батып, жүрмей қалғаны көрініп тұр. Сондықтан амалсыздан қалай бар, солай тастап кеткен секілді. Енді түйіндейік. Мәйіт шұңқырдан, көлік өзеннен табылды. Мәйіт көмілмеген, ал көлік батырылмаған. Қанішер немесе қанішерлердің арнайы шұңқыр қазып дайындалғаны айдан анық. Көлікті де итеріп батырмақ болған. Бірақ ешбір істі соңына дейін жеткізбеген болып тұр. Неліктен? Дәл осы сұрақ сақшылардың көкейін тесе бастады. Сондай-ақ, оқиға орнынан көптеген аяқ киім іздері, марқұмды байлауға арналған қамыт және бетперде табылды. Яғни қылмыскерлердің саны бірнешеу болған, және олардың дайындалғаны көрініп тұр. Бірақ марқұмның қалтасындағы ақшасына және жеке бағалы заттарына тиіспеген. Демек, қылмыстың астарында қарақшылық тонау емес, әлде қайда тереңірек себептер жатыр. Анықталғандай, Асанбаевтың жоғалғаны жайлы жұбайы бір күн бұрын арыз қалдырған екен. Мәлімдеуінше, күйеу жұмыстан шығып үйіне сол күйі оралмаған. Ал үйінің қақпасының алдынан қанның іздерін тауыпты. Демек, қанішерлер Асанбаевты өз үйінің алдынан алып кеткен болып тұр. Қылмыстың себебін түсіну үшін марқұмның жеке басы мен өмірін шолу қажет. Ұлықпан Асанбаев жеке кәсіпкер. Қала аумағында сауна кешені және көлік жуу бекеті бар. Яғни қалталы бизнесмен. Өткен өмірін тексеру нәтижесінде марқұмның 90-шы жылдары абақтыда отырғаны белгілі болды. Оған қоса беделді арестант және авторитет болған көрінеді. Яғни қылмыс әлемінде өзіндік орны бар адам. Тергеушілер жергілікті авторитеттерді сұрастыру барысында Асанбаевтың расымен де абыройлы болғанын анықтады. Алайда қылмыс әлемінен алыстап, авторитеттер тұрмақ, тіпті абақтыластарымен қарым-қатынасты үзген екен. Яғни қарапайым ғұмыр кешіп, отбасы балашаға қамымен күн кешіп жүріпті. Десек те, қылмыстың нышандарына қарасақ, өткен шағының сарқыншағы жібермеген секілді. Бәлкім бұл Асанбаевтан бұрын қиянат көргендердің кегі болар.
Тергеушілер марқұмның жора жолдастарын, абақтылас болғандарды жергілікті авторитеттерден жауап алғанымен ешқандай мардымды дерек табылған жоқ. Бәрінің мәлімдеуінше Асанбаев қадірлі адам болған. Ешкімді ренжітпеген, ешкімнің ала жібін аттамаған. Сондай-ақ түрмеден шыққалы бірде-бір рет болсын заң бұзбапты. Тіпті жол жүру ережелерінде ешкімге берешегі де, несиесі де жоқ. Яғни толығымен таптаза. Отбасыға ұқыпты қамқор әке, заңға бағынатын азамат, әрі сәтті кәсіпкер. Енді тергеушілерде кезекті тұжырым пайда болды. Қылмысқа марқұмның бәсекелестері қатысты болуы мүмкін. Марқұм жұмыс жасаған саладағы кәсіпкерлер жауапқа алынғанымен, бұл ешқандай нәтиже берген жоқ. Асанбаев ешкіммен аса араласпаған да, араздаспаған да. Яғни дұшпандары мүлдем жоқ. Тергеушілер енді туыстарын шола бастағанымен, олардың да қатыстығы расталмады. Бәрінің алибиі бар болып шықты. Қылмыстың себебі әлі де түсініксіз. Пайда болған тұжырымдар бірінің артынан бірі күйреп жатыр. Тергеу тығырыққа тірелді. Қылмыстың ашылуына түрткі болар бірде-бір дәйек табылмаған соң, тергеушілер басқа малдарды қарастыра бастайды. Яғни оқиға орын алған күні марқұмның жұмысы мен үйінің маңында шалынған ұялы телефон қоңыраулары шолына бастады. Нәтижесінде жүздеген телефон номерлерінің иелері анықталды. Басымыз сол төңіректің тұрғындары, аз бөлігі кездейсоқ өткен адамдар. Десек те, ешкімге тіркелмеген 2 телефон номері анықталды. Қызығы, аталмыш номерлер марқұмның жұмысының да, үйінің де қасынан бой көрсеткен. Белинк арқылы 2 телефонның тұрған жері анықталып, тергеу тобы 2 өзбек азаматын құрықтады. Алайда өзбектер аталмыш телефондарды бірнеше күн бұрын бір танысынан сатып алғанын мәлімдейді. Ал әлгі танысының аты жөні Изимов Абзал. Көп ұзамай, ол өзінің тұрғылықты жерінен құрықталып, бөлімшеге жеткізілді. Осылайша тез арада ұсталып қаларын күтпеген ол аңтарылып қалғаны бар. Сондықтан болар көп созбай сыбайластарының кім екенін жайып салды. Олардың жалпы саны өзімен қосқанда 8 адам. Жеке бастарына қатысты бағыттамалар барлық полиция бөлімшелеріне жіберіліп, жаппай іздеуге салынды. Нәтижесінде 3 Атыраудан, 2 Оралдан, ал қалған 2 Ресейдің Самара қаласынан құрықталды. Яғни Абзал Изимов, Ардақ Аманғалиев, Ринат Сейсенғалиев, Қуаныш Ишанғалиев, Аман Қонақбаев, Ержан Құсайынов және Нұрболат Тайыров. Ал топтың көшбасшысы болған Ролан Аманжоловты табу мүмкін болмады. Анықталғандай, ұсталған күдіктілердің бәрі кезінде істі болып, ұрлық және тонау секілді қылмыстар үшін сотталған адамдар. Ең кішісі 25 жаста болса, ең үлкені 37 жаста. Жақсы араласатын достар болған. Бәрі отбасылы, бала-шағасы бар. Асып бара жатқан бай болмаса да, тұрмыстық жағдайлары жаман емес. Десек те, қылмыстың себебін сұрағанда, бәрі бір ауыздан тонағылары келгендерін айтады. Бірақ ешбірі марқұм Асанбаевты танымайтын болған. Айтуларынша, құрбанды таңдаған топ көшбасшысы Ролан Аманжолов. Бірақ ол да марқұмды танымаған екен. Тек сырттай ғана сауна кешені мен көлік жуу бекетінің қожайыны екенін білген. Десек те, тергеушілерге қылмыстың себебі айқын болмай тұр. Айтулары бойынша, мақсаттары тонау болған. Бірақ бәрінің әлеуметтік жағдайлары жаман емес. Яғни ақшаға қатты мұқтаждықтары болмаған. Алайда олардың мақсаты оңай баю емес, мүлдем басқа болып шықты. Бәрі Абу Ханифа мазхабынан бас тартып, Хамбали мазхабына кіріп кеткен екен. Яғни радикалды салафиттер. Өздерінше жамағат құрып, Ролан Аманжоловты әмір ретінде сайлап алыпты. Қазақтың барлық салтын теріске шығарып, Қазақстанды кәпірлер елі деп есептеген. Сол кездері белгілі болған Саид Бурятскийдің уағыздарын үйіп тыңдайтын болыпты. Әлгі уағызшы барша мұсылманды Сирияға баруға насихаттап, кәпірлерден жәбір көріп жатқан мұсылмандарға араша болуға шақырады. Нәтижесінде Ролан Аманжолов әлжелі арқылы Сириядан таныс тауып, сол жаққа бару жолын біліп алған соң, достарына соғыс жайлаған Сирияға баруды ұсынған. Сөз өткенде бана сол дін өзім жамағат бар екен айтты да, осы көсіне адамдар бар жамағатта. Жамағатқа рөлі қандай болды? Жихат мәселесінде жалпы негізі бана басқа алаға шығып мұсылмандар зәбір шегіп жатқан мұсылмандарға көмектесуге бана. Жамағат мүшелері келіскенімен Сирия мемлекеті жақын жер емес. Жалғыз бару жолы Түркия арқылы. Яғни бірнеше шекараны өту керек. Демек,
көп көлемде қаражат керек. Нәтижесінде Ролан Аманжолов сауна кешенінің қожайыны Асанбаевты көздеп, тонауды ұсынады. Ал Асанбаев өз саунасында ішімдіктер сатады, яғни таза мұсылман емес. Ал кәпірді тонау күнә болып есептелмейді. Сөйтіп жихадшылар кәсіпкерді аңдуға кіріскен. Жихадшылар Асанбаевты бір аптаға жуық кезек-кезек аңдып, оның күнделікті жүріс-тұрысын біліп алады. Асанбаев күн сайын таңертең сауна кешеніне келіп, кешке үйіне баратын, кейде азық-түлік дүкеніне кіретін болыпты. Кәсібінен түскен кассаны кешке өзімен бірге алып жүреді деп ойлаған екен. Аталмыш күні Асанбаев әдеттегідей жұмысынан шығып, көлігімен өз үйіне қарай жол тартты. Ал жихадшылар оның ізіне түседі. Біз тонайтын кісімен өз сөйлесіп мылтық кезен біздер қасында көмектесетін болдық соған. Біздің Ренат монша жақтан күтіп тұрып сол қарап. Асанбаев үйінің алдына келіп тоқтағанда, бетперде киген қарақшылар көліктерінен атып шығып, оны соққыға жығады. Сөйтіп қолдары байлаулы Асанбаевты өзінің көлігіне салып, қала сыртына қарай екі көлік болып жөнеледі. Қаладан тысқары жеткенде, олар Асанбаевты алдын ала қазып дайындап қойған шұңқырға тастайды да, аңшылық мылтықпен қорқытып ақша талап ете бастаған. Мен алдын күтіп алып, тонап сөзіне осыны. Тұп-тұп аяқ қолын байлап, тұқпан бөлі. Сол үшін толып кеткілер. Сол үшін маскейін. Діттегендері бойынша, шұңқырға түскен Асанбаев зәресі қашып, барлық талаптарын орындауы қажет болған. Алайда Асанбаев ешбірі күтпеген қылық көрсете бастайды. Яғни жүзінде қорқыныштың белгілері көрінбеген. Ол тіпті қарулы қарақшыларға қоқан-лоқы жасап, жердің түбінен болсын тауып алатынын айтып қорқыта бастайды. Ал қарақшылардың бәрі кезінде сотталғандар. Сондықтан Асанбаевтың сөйлеу мәнері мен жаргондарынан оның осал адам емес екенін түсінеді. Ал денесіндегі түрмелік суреттерді көргенде бәрі түсінікті болды. Олар соққыға жығып, шұңқырға тастаған адам, қылмыс әлемінде абыройы бар авторитет. Қанша бетперде кигенімен түптің түбінде бәрібір ұсталайын деп тұр. Зәресі қашқан қарақшылар не істерін білмей дал болады. Өлтіріп тастайын десе, ешкімнің дәті бармайды. Жібере салайын десе, болашақта өздері осылай Асанбаевтың кебін кигелі тұр. Ал Асанбаев болса, қарақшылардың аяқ тартып қалғанын сезген секілді. Үркіту мен қоқан-лоқысын үдете түседі. Нәтижесінде жүйкесі шыдамаған Ролан Аманжолов оны 2 рет атып тастайды. Бәрім шықтық сүгелер қалған. Ашағын атты еді. Сен қайда тұр қалан атып тұрған кезде? Солай бұлағы жүгілдік қой бай қарай. Қалан неше рет ат? Қалан 2 рет ат. 2 рет ат. Үстен бұлай қалай тұрып атты? Шұңқырдың қарап тұрып атты ма? Бастапқы жоспар бойынша адам өлімі көзделмеген болатын. Сондықтан атыс дыбысын жақын маңдағы тұрғындар естіп қоюы мүмкін деген олар жылдам іздерін жасыруға кіріседі. Яғни марқұмның көлігін бүйірде ағып тұрған өзенге батырмақ болады. Бірақ дөңгелектері батпаққа батып, көлік жүрмей қалған. Ал мәйітті көміп тастайын десе, ұзақ уақыт алғалы тұр. Алыстан әлдебір жарықтарды көздері шалған олар дереу оқиға орнынан іздерін жасырады. Сот барысында айыпталушылардың бәрі өздерін ақтауға тырысып бақты. Айтуларынша, мақсаттары тек тонау болған, ал өлтіру туралы жоспарлары мүлдем болмаған. Ал марқұмға қолдарының ұштары да тимепті. Яғни оны соққыға жығып, атып өлтірген де Ролан Аманжолов. Нәтижесінде Абзал Изимов, Ардақ Аманғалиев, Ринат Сейсенғалиев, Қуаныш Ишанғалиев, Аман Қонақбаев, Ержан Құсайынов және Нұрбалат Таиров аса ауыр қылмыс жасады деп танылып, ұзақ жылдарға сотталды. Ең аз мерзім арқалаған Ринат Сейсенғалиев, ол 18 жылға қамалды. Ал қалғандары 22 және 25 жылдан арқалап кетті. Ал жамағаттың әмірі болып сайланған Ролан Аманжолов сол күйі ұсталған жоқ.
Көп ұзамай Ролан Аманжоловтың Сирияға қашып кеткені мәлім болды. Алайда оның джихады ұзаққа созылған жоқ. Деректерге сүйенсек, ол жарты жылдан кейін Ресей әскерінің қолынан қаза тапқан екен. Қанша мұрағаттарды ақтарғанымен Аманжоловтың суретін таба алмадым. Бейшараның артында түк қалған жоқ. Сурет түгілі, қабірі де жоқ. Арнаға жазылуды ұмытпағайсыздар. Абай болайық.